Сәлем балақайлар. Сәлем. Бүгінгі зерттеуімізде не жұмыс жасаймыз? Кемпірқосақ. Жарайды. Кемпірқосаққа керекті заттарды шекерге бояғышты қосамын. Қандай түсі қандай? Жарайсың. Сары түске қантты қосылмайды. Аялар, көк түске аздап қант қосамыз. Жарай ма? Енді осы құтыны алып, стаканды бірінші немізден бастайық. Әне қалай? Мен сарыны аздап, баяулап құям. Әне балалар кемпірқосақ қалай шығатынын көрейік. Ал, енді қызылды аяла. Сен баяулап құюың керек. Шекте баяулап, кемпірқосақты сен баяулап құяш. Шерхан қарап тұршы, қандай екен? Керемет па? Мен айту. Осыны көп алып, жаяу баяулап ұстап. Жәрі. Қарайықшы балалар. Не болып жатыр? Кемпірқосағымызда төменнен қарайық. Қызылымыз, қант қосылғанымыз төмен түсіп жатыр. Дұрыс па? Кемпірқосаққа. Кәне керемет па Шерхан? Енді Шерхан жұмыс жасап көрсін. Шерхан енді көкті жайлап астына құясың үстіне. Көк түсті құяғын өзің. Жайлайсың. Аяға қарап тұр қалай? Не шығатқан керек. Бақылайықшы, не шығады? Ең астан не түсті? Қызыл түсті. Жарайсың. Қанты барлық қызыл астан түсті. Енді сары аяла бетіне көк түсті екен, Әне қарай. Қандай керемет пе балалар? Керемет. Жарайсыңдар балалар. Бүгін зерттеуіміздегі кемпірқосақ шықты ма? Аяла шықты ма? Сендерге ұнады ма? Жарайсыңдар. Сендерге де рахмет. Бүгінгі тәжірибеміздегі кемпірқосақты шығарып қуанып отырмыз. Сендерге де рахмет. Сау болыңыздар. Айтамыз, сау болыңыздар.